Табиғи үй шараятында сөк даярлаймыз. Ассалаумағалейкум жақындарым, қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Адызымызда ерекілер пісіп кетті. Варенье қайнатып басайын десем, жылда қалып қоя береді. Содан кейін тек 1-2 банка басамын. Қалғанының бәрін осындай етіп натуральный сөк қайнатып басып алып қоямын. Қысыменен хаз етіп ішеміз. Балаларымның жәрдеміменен бір майданда теректегі еріктің бәрін қағып жинап алдық. 2 шелек ерік шықты. 1 шелектегі ерікті қайнымның үйіне беріп жібердім. Келінді қайнатып басып алсын деп. Теріп алған еріклердің бәрін шірігінен айырып, жақсылап жуып, тазалап аламыз. Кейіннен шаңғалағынан айырып, бір табаққа салып, үстінен аз-маз су құйып, блендердан бір айландырып аласыз. Егер де ерігіңіз қатты болатын болса, бір қайнатып, кейіннен блендердан өткерің. Менің ерігім өз сондаған бос болғаннан кейін, солайынша блендердан өткеріп, сетадан шығарып алдым. Сетадан обязательно шығаруымыз керек, себебі еріктің сыртында қабықлары барлығы жиналып шығады. Көріп тұрғансыз светмошный болды. 6 гла ерікке 8 литр су, 2 глаға шамалас құмшекер салдым. Қайнап шыққаннан кейін сондай етіп көбіклерін алып тастап, кейіннен 10 минут қайнатсақ жетеді. Көп қайнатып жіберу шарт емес. Құмшекері бәрін өзіңіз қалегенше қатты мазалы қылып ішкіңіз келсе де, сәл мазасын азлау қылып ішкіңіз келсе де, қою сұйықтығы да өзіңіз қалегеніңізде қылып басасыз. Мен сұйықтау қылдым. Осындай етіп банкілерімізді басып аламыз. 3 литрліктен 4 банка шықты.